себептен ол қымбат болып жүргені, біз ана ет қымбаттай бастағаннан кейін шаруалардың барлығы подсостарды 500 теңге, 500 мыңнан сата бастады. Қымбат кезінде, басында қымбат алынған бұзаулар былай айтқанда. Сол қазір өз бағасына келе алмай жатқан шаруаның проблемасы. А халықтың проблемасы. Оптым бағасы бұғаның 3100-3200 теңге килограммына оптым бағасы. Ол магазинге барады, магазин НДСник. Автоматически 16% НДС қосылады. Автоматически уже 3800 теңгемен кіреді магазинге. Себестоимость. Ол енді өзінің қосатыны бар ғой жаңағы. Пайдасы бар, анонсы бар, КПНі бар. Сонымен ол там 10% қосқанның өзінде 3800-ның өзі 380 теңге автоматтан қосылады. Уже 4000-нан асып кетті. Уже 4000-нан асып кетті. 4200-4300 болуы мүмкін да. Көрдіңіз бе? Сөйтіп халық шулай бастайды. Ойбай, 4500 болды ет. А ол ет мына жақта 3100-ден сойылып жатыр. 3200-ден сойылып жатыр. Шаруа арзан дейді, халық қымбат дейді.